Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Мен бүгін сіздерге мерекелік дастарханға сән беретін осындай өте керемет жульен тарталеткада жасауға кеңес беремін. Дәмі өте керемет, сливочный ғой, сондай дәм беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал менің арнамда осындай керемет дәмді рецепттерді табасыздар. Сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басыңыздар. Ең алдымен дайындау үшін біз қамырын дайындаймыз, яғни тарталеткиді. Ол үшін ұнға еріген маймен жұмыртқамызды және шым-шым тұзымызды салып, жақсылап бір келкі қамыр пайда болғанша илеп аласыздар. Осындай бір келкі қолға жабыспайтын қамыр пайда болуы қажет. Оны илеп алғаннан кейін 1-2 сантиметр болатындай етіп оқтаумен жайып шығасыздар. Кейін жайып алғаннан кейін арнайы формочка, тарталетка пісіретін формочкамен осындай формасын келтіріп аласыздар да. Сол формочканың ішіне дөңгелетіп жан-жағын формасына келтіріп аласыздар. Барлығын осылай келтіріп алып, кейін духовкада 180 градуста 20 минуттай тарталеткаларыңызды пісіріп аласыз. Оған дейін біз ішіне салатын салмасын жасасақ, ең алдымен біз майымызға орташа отта пиязымызды салып, кішкене қуырып аламыз. 2-3 минут оны қуырып алғаннан кейін ұсақтап туралған саңырау құлақтарымызды салып, жақсылап қуырып аласыз. Әбден жұмсарып, қанша жақсылап қуырасыз, оған бір 3-4 минут кетеді. Кейін бір ас қасықтай ұнды салып, араластырып қуырасыз, өйткені ол қоюлануы қажет. Қазір салып қуырып алғаннан кейін біз қаймағымызды саламыз, жақсылап араластырасыз да 1-2 минут баяу отта бұқтырып аласыздар. Кейін астын өшіріп, суытып қоясыздар. Біз піскен тарталеткаларымызға осылай жаңағы салмаларымызды салып шығасыздар, және үстінен теркадан өткізілген сырымызды сеуіп, қайтадан духовкаға 180 градусқа 20 минутқа сыры ерігенше пісіріп аласыздар. Міне осындай өте дәмді, өте керемет тарталеткаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама подписаться кнопкасын басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ас болсын!